Мына жерді түсіреміз былайынан. Кеш жарық, құрметті достар, қалайсыздар? Ал бағасын неге айтпайсыңдар? Баға деп күнде жазылады. Мен сіздерге айтайын, 8 миллион 800-ге мынандай Chang'an X5 Plus достар, 2025 жылғы. Бұған ол бағаға не кіреді? Ол бағаға қыстық шиналары, эвополиктар, тонировка, русификация, толықтай көлік дайын түрде сіздерге берілетін болады. Ал достар, салонына келетін болсақ, салонында қатты айтарлықтай өзгеріс жоқ. Енді мына жерге бір өзгеріс, ол мына жердегі міне персиковый салон, кожа, то есть персиковый кожа. Және мына жерге жаңағы салонның температурасын дублировать ететін шағын экран. То есть басқа Chang'anдарда мен көп көре қойған жоқпын, осы да аңғардым. Солай қысқасы. Единственный мына коробканың селекторында бір өзіне жарасымды кнопкасы бар еді, оны жоқ қылып жіберген. Енді ол қалай болатынын, бұл тиіп кетсе былай өзі шығып кете ма, шықпай ма, ол да белгісіз. Так, ал енді келесі плюстарында айтып жатырмыз. Тағы бір несін айта кетсек, енді салон керемет, кожа әдемі жасаған, дышить етеді, то есть демалатын кожа жасаған. Но бір подогрев сиденье қоса салса да болатын еді негізі достар. Дұрыс емес па? Дұрыс десеңіздер комментарийға жаза кетіңіздер. Достар, соңына келетін болсақ, енді міне жазғы дөңгелектері артында тұр. Ең кереметі өзінің шиналары, өзінің багаждығына сияды достар. Ал енді соза берудің қажеті жоқ. Бұл көлік туралы барлығыңыздар уже білесіздер. YouTube бар, Instagram бар, TikTok бар дегендей, қалғанын келіп көріңіздер. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын.